Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ кәуап жасайтын боламыз. Қой етінен жасалынады. Атамның рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қой етін жақсылап жуып тазалап алып, 4 бұрыштап турап аламыз. Үстіне 2 шай қасық мөлшермен тұз саламыз дәміне қарай. Одан кейін қызыл бұрыш, қара бұрыш қосатын боламыз. Бұл жерде өзім жасап жатқан жоқпын, жолдасым көмектесіп жатыр, өзі жасап жатыр және атамның рецебімен. Келесі аджика соусынан 2 ас қасық мөлшермен қосатын боламыз. Келесі 2,5 ас қасық мөлшермен майонез қосатын боламыз. Үстіне туралған самсағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерге атамның рецебі ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Алда тағы түрлі рецеппен бөлсем. Жарты стакан суымызға 1 шай қасық мөлшермен уксус құйдық. Жақсылап араластырып, еттің үстіне құямыз. 7% уксус қолданамыз. Келесі 1 стакан сыра қолданатын боламыз. Сыраны үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей маринадталған етіміз дайын. Бетіне салафанмен жауып, 1 түнге қалдырсаңыз болады. Біз 1 түнге қалдырдық. Келесі күні отымызды дайындай бастаймыз. Осылай шашлыкқа арналған пешімізге отынды салып тұтаттық отты. Отынымыз дайын болғанша шашлыкқа арналған етінімізді алып, осындай шампурмен бірге нығыздамай арасына салып түйреп алатын боламыз. Етіміз нығыз болмау керек. Етпен бірге арасына майды қосамыз. Етпен майды кезек-кезек салып, осылай шампурға салатын боламыз. Мінекей шампурдағы етіміз дайын болды. Үстіне етіміздің қалған соусын үстіне құятын боламыз. Сарымсақпен бірге. Келесі отынымыз толығымен жаныпты. Далада осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей ыстық бабына шампурдағы кәуабымызды кезек-кезегімен осылай дізіп қойып, аудара отырып пісіріп аламыз. Атам осылай жиі жасап тұрады. Үйде болсын, тоғайда болсын, барлық жерде жасайды. Өте дәмді болып шығады. Рецебін жасасаңыздар өкінбейсіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Мінекей келесі аударамыз. Осылай видеодағыдай 45 минутта дайын болады. Мінекей даладағы шампурдағы етіміз дайын болды. Мінекей шашлығымыз пісті. Кәуабымыз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Назарларыңызға рахмет.